Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмайым. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығың өзің түгел көре алмайтұғын, ұры салым тілемсектердің азығын бағып берем деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімден сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені шайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйек. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмайым. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгер өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім-дегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқсын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.